Ассаламу алейкум, қадірменді көрермендер. Сіздермен кезекті тікелей эфирде кездесіп отырғанымызға жүдә қуаныштымыз. Бүгінгі талқылайтын тақырыбымыз Қазақстан зайырлы мемлекет. Жалпы еліміздің зайырлы мемлекет ретіндегі дамуы бұл Қазақстанның әлеуметтік, саяси, экономикалық тұрғыда өрлеуінің басты алғышарттарының бірі болып саналады. Себебі адамзаттарға діни бостандық бере отырып, олардың ар-ожданына, сеніміне құрметпен қарай отырып, біз қоғамның өркендеуін, мемлекеттің дамуын қамтамасыз ете аламыз. Жалпы Қазақстан Республикасының Конституциясының бірінші бабында елдің зайырлы бағытта екендігі ашық жазылған. Сонымен қатар ата заңымызда әркімнің ар-ождан бостандығы, олардың діни таңдауларына еркіндік беретіні де айтылған. Дей тұрғанмен, зайырлы мемлекет ол діни мемлекет емес. Немесе зайырлы мемлекет ол атеистік мемлекет емес. Зайырлы мемлекетте адамдардың діни наным сенімдеріне, құқықтары мен бостандықтарына толықтай еркіндік беріледі. Дей тұрғанмен, бұл еркіндік мемлекеттің қауіпсіздігіне, қоғамның тыныштығына кері әсерін тигізбеуі тиіс. Жалпы қазіргі Қазақстандағы зайырлы қоғамның заманауи мәселелеріне тоқталып өтетін болсақ, бұл діни радикализм мен экстремизмге қарсы күрес мәселесі болып отыр. Себебі кейбір адамдар діни экстремизмге, радикалдық қозғалыстарға қарсы күресті дінге қарсы күрес, дінмен күрес деп теріс қабылдап қалып жатады. Шынтуайтына келгенде бұл олай емес. Мемлекет дінге қарсы күреспейді, діннің ішіндегі кейбір жат ағымдармен, жат діни идеологиялық топтарға қарсы күрес жүргізеді. Бұл ретте бірнеше факторларға назар аударымыз керек. Оның ішінде зайырлықты нығайтудың үш негізгі бағыты бар. Бірінші бағыт бұл білім, ағартушылық бағыт. Яғни елдегі мектептердің, білім ошақтарының барлығы дерлік зайырлы форматты ұстанады. Ешбір мектепте қандай да бір діннің үстемдігіне жол берілмейді. Білім беру процесі министрлік бекіткен арнайы зайырлы қоғамның принципіне сай келетін бағдарламаға сай жүргізіледі. Мектептерде діни атрибутиканы қолдануға, діни ерекшеліктерін ашық көрсетуге рұқсат берілмеген. Бұл мектептің ішкі тәртіп ережесінде жазылған. Сондай-ақ қазіргі таңда Қазақстан мектептерінде жоғары сынып оқушыларына дінтану сабақтары енгізіле бастаған болатын. Бұл да жастардың, оқушылардың ерте бастан діни түсініктерін қалыптастыру, діни қозғалыстар, ағымдар туралы біліп жүру үшін енгізілген пәннің бірі. Келесі бір кезең бұл ақпараттандыру, яғни бұқаралық ақпарат құралдарының мүмкіндіктерін кеңінен пайдалану. Оның ішінде әлеуметтік желілер, интернет кеңістігі де бұқаралық ақпарат құралы болып саналады. Осыларды пайдалана отырып, зайырлы қоғамның артықшылықтары, жалпы діни топтардың, экстремистік бағыттағы идеологияны ұстанатын діни топтардың сипаттарын, белгілерін көрсетіп, халыққа кеңінен ақпарат ұсыну. Себебі ақпарат жоқ жерде бұл білімде болмайды, білім болмаған жерде қараңғылық орнап, даму мен өркендеуге тұсау салынады. Үшінші бағыт құқықтық реттеу, яғни заң нормаларын бекіту. Еліміздегі барлық діни ұйымдар, діни бірлестіктер Қазақстан Республикасының ата заңы Конституцияға, сонымен қатар діни қызмет және діни бірлестіктер туралы заңға бағынады. Сол заңда көрсетілген, бекітілген ережелерге сай әрекет етеді. Жалпы айтқан кезде біздің мемлекетіміздің зайырлы бағытта ұстануы бұл таңсық дүние емес. Себебі 1991 жылы Қазақстан Кеңестік социалистік республикалар одағынан бөлініп, өз алдына тәуелсіздігін жариялаған тұста еліміздің ұлттық құрамы алуан түрлі болды. Яғни осы уақытқа дейін айтып келдік қой, Қазақстан 130 ұлт пен ұлысқа пана болған құтты мекен деп. Қазақстанда мемлекет құраушы ұлттың өкілді қазақ ұлтының
жалпы үлесі 50%-дің әр жақ бер жағында ғана болған тұс. Түрлі тарихи себептермен Қазақстанға әртүрлі ұлт өкілдері әртүрлі кезеңдерде жаппай қоныс аударылды. Әсіресе репрессия жылдарында мыңдап, миллиондап әкелінген кезеңдер болған. Бабаларымыз сырттан келген азаматтарды өзекке тепкен жоқ. Ұлы даланың дархандығына салып, құшақ жая қарсы алып, өз бауырындай бауырға тарттық. 91 жылы тәуелсіздік алдық екен деп өз азаматтарымыздан теріс айналып сыртқа тебетін ел емеспіз. Барлығы да Қазақстан Республикасының азаматы, бірақ олардың діни сенімдері әртүрлі болуы мүмкін, түрлі бағытта көзқараста болуы мүмкін. Сондықтан Қазақстан үшін ең дұрыс бағыт бұл зайырлық қоғам орнату еді. Және бұл заманауи қоғамның да басты талабы осы. Әлемдегі дамыған мемлекеттердің қай-қайсысын алып қарасаңыздар да, бұлардың барлығында белгілі бір дінге үстемдік бермейді, зайырлылық принципін қатаң ұстайды. Еуропа болсын, Америка болсын, басқа мемлекеттерде де осы. Және бір ерекшелігіміз бар, бұл Еуропа елдері дәстүрлі христианға, яғни өздерінің католиктік бағыттағы христиан дініне басымдық береді. Сол сияқты біздің Қазақстанда ислам дінінің сунниттік бағыты, оның ішінде Әбу Ханифа мазхабына белгілі бір деңгейде басымдық беріледі. Сонымен қатар христиан дінінің православиялық бағытына да басымдық беріледі. Бұл оларды өзгелерден артық санағандық емес, жалпы ұстанушылардың басым көпшілігі осы екі бағытта болғандықтан. Одан бөлек протестанттық бағыттағы көптеген ұсақ діни бірлестіктер бар. Одан бөлек діни ағымдар да тіркелген. Әйтсе де олардың ұстанушылары, оларға сенушілер өте аз болып саналады. Дегенмен біздің барлығымызды біріктіретін бір дүние бар. Бұл біз Қазақстан Республикасының тәуелсіз қазақ елінің азаматтарымыз. Біздің басты күшіміз де осы. Ал діни наным сенімдеріміз ол біздің және Құдаймен арадағы жеке мәселеміз ғана болып қалу керек. Діни сенім қоғамда алауыздық туғызуға, мемлекетті іштен ыдыратуға немесе қандай да бір келеңсіздіктерді орнатуға себеп болмауы тиіс. Жалпы айтар ойымыз осы. Алдағы уақытта сұрақтарыңыз болса, пікірге жазып кетсеңіздер болады. Келесі дәрісте сіздермен бірге талқылаймыз.